Бағдарламамыздың келесі кейіпкері Айбек Ботағараев. Карабатан Utility Solutions компаниясының қазандық турбиналық цехында ауысым басшысы болып қызмет етеді. Ол өзінің ізденімпаздығы, табандылығы және жауапкершілігінің арқасында қатардағы қызметкерден басшылық лауазымға дейін көтерілген. Осы салаға 2009 жылы келдім. Мамандығым электроэнергетика саласы. Осы мамандықта Атырау қаласында қазіргі Атырауский институт Өтебаев атындағы жоғарғы оқу орнын бітірдім. 4 жыл оқып, осы жоғарғы оқуын бітіріп, қазіргі таңда осы салада жұмыс жасап жатырмын. Осыған дейінгі Атырау жылу электр орталығында, қазандық цехында жұмысымды бастадым. Сол жақтан тәжірибе жинап, жоғарғы лауазымдарға көтерілдім. Осы компанияға 2019 жылы келдім. Қазандық цехының машинисті болып, қазіргі таңда ауысым басшысын жұмысын атқарып жатырмын. Қазіргі таңда бізде ауысымда 5 маман жұмыс істейді. 3 қараушы қазандық және турбина цехының 3 қараушысы бар. Төменде олар қасымда аға машинист, әрі мен ауысым басты болып 5 маман болып жұмыс жасап жатырмыз. Айбек Ботағараев әрдайым жұмыс сапасына, өндірістік тәртіпке және қауіпсіздік талаптарына ерекше мән береді. Ол тек өндірістің тиімділігін қамтамасыз етіп қана қоймай, ұжымда тәртіп пен ынтымақтастықты сақтауға да үлес қосуда. Әрине, мұнда өте қызықты. Мұнда жаңадан технологиялардың барлығы жаңадан, қондырғылардың, жабдықтардың барлығы жаңадан. Сондықтан толықтай автоматизация етілген, автоматты түрде жұмыс жасайды. Әрине, қараушыларда да жұмыс жасайды. Оны көбіне 80-90% автоматпен жабдықталған мұнда. Келіп көп өзгерістер болды. Осы жұмысым өзіме ұнайды. Көп тәжірибе алдым. Осы компанияға 2019-да келгеннен бастап, ең алғашқы осы компанияның жабдықтарын біздер қостық деп айтсақ да болады. Бірлесіп, бүткіл ұжым болып біздер қостық. Сол салада әлі жұмыс жасап жатырмыз. Осы бір орында тоқтап қалмай, ізденіп, өзімді біліктілігімді арттырып, тәжірибемді жинап, жоғарғы лауазымдарға көтерілуді жоспарлаймын, ізденемін. Менің қызметім техникалық біліктілікті ғана емес, ұжыммен дұрыс жұмыс істей білуді, өндірістік қауіпсіздікті қатаң сақтау мен процестерді тиімді басқаруды талап етеді. Әрбір ауысым мен үшін тек жұмыс емес, ұжымның сенімі мен жауапкершілігінің көрінісі дейді ол. Енді көбіне осындай технологиялар, жаңа интернет желісінде де көп дамыған, басқа шетелдерде де көп осындай технологияларды көрсетеді. Соларды бір көз жүгіртіп қараймын, жаңағыдай өзімді содан осындай келіп тәжірибелерін бана интернет желісінен көргендерін салыстырамын, ізденемін, қараймын, жаңағыдай оқып, инструкцияларын барлығын оқып, ізденіп, бүткіл трендтермен жұмыс жасап, осы турбиналармен жұмыс жасап, ізденіп, сондай бір тәжірибе алған сәтіміз бар. Айбек өзінің көшбасшылық қасиеттері мен жауапкершілігі арқылы ұжымда сенімді әрі тәжірибелі маман ретінде танымал. Оның кәсібилігі өндірістің тұрақты және тиімді жұмыс істеуіне тікелей ықпал етеді. Яғни бұл салада қызмет ету үшін тек техникалық біліктілік емес, сонымен бірге көркем қасиеттер мен кәсіби мәдениет өте маңызды дейді цех басшысы Қуаныш Мұқашев. Қазіргі кезде енді машинистің көмекшісінен бастап, қазір ауысым бастығына шейін көтерілді. Өз жұмысына адал, еңбекке жақсы. Енді бұл жастарға өсіп келе жатқан, қазіргі біздің ішімізде өсіп келе жатқан жастарға үлгі, өзінің қатарластарынан алға шығып өзін көрсетіп жүр. Адамгершілігі мол, өзінен кейінгі жас жігіттерге өзінің білімдігін арттырып жүр, көрсетіп. Енді оның болашағы әлі алда деп біз сенеміз. Энергетика елдің тұрақтылығы мен дамуының негізі. Бұл сала тек техникалық дағдыны ғана емес, сонымен қатар жоғары жауапкершілік пен нақты шешім қабылдау қабілетін қажет етеді. Электр мен жылу өндірісі өмірдің әр саласын қамтамасыз етеді. Сондықтан энергетика қоғам үшін өте маңызды.
Сол себепті әрбір қызметкердің кәсібилігі мен ұқыптылығы өндірістің қауіпсіздігі мен тиімділігін сақтауға тікелей ықпал етері анық. Мен өзім жаңа айтып кеткендей қараушы машинист болып орналастым қазандық және турбина цехіне 2019 жылы. Содан кейін машинист болып, пульт управлениеде машинист болып жұмысқа көтерілдім должностьқа. Одан кейін аға машинистке көтерілдім. Сол аға машинист кезімде, үйреніп жүрген кезімде қасымда осы ауысым басшысы болды, Әбішев Азамат дейтін. Сол кісі өте көп нәрсені үйретті. Ол кісі осы жұмыстың білікті шебері, қас маманы десем де болады. Білімі өте көп маман. Сол кісінің қасында жүріп, сол маманның қасында жүріп, 3 жылдай жүріп, көп нәрселерді үйрендім, тәжірибе өте көп жинадым. Сол кісі менің жоғарғы лауазымдарға көтерілуіме көп себепкер болды. Жанымда аға машинистке бағдар берем, көрсетем, білмей түсінбей жатқан жерлерін айтам. Олармен өзімнің біліктілігімді бөлсем, үйренген тәжірибемді бөлсем, төменде қараушыларға да барып түсіндірем, айтам, жаңағыдай өзімнің біліктілік жағымнан көрсетем. Ең бастысы авария кезінде сабырлық танытып, нақты шешім қабылдауы. Сол жақтарын барлығын түсіндіріп айтам. Осы салаға техникалық білім керек. Енді энергетика саласына қызығушылық керек деп ойлаймын. Әрі жас мамандарға айтарым. Осы энергетика саласында жабдықтардың принциптерін түсініп, әрі үнемі ұмтылыста, ізденісте болған дұрыс деп ойлаймын жас мамандарға. Қазіргі жас мамандар көбісі блогерлікке, сондай тараптарға кетеді, но бірақ мен өзім ойлаймын, энергетика саласына да жас мамандар керек, ізденетін білікті мамандар керек. Қазір неше түрлі технологиялар жасалып жатыр. Әртүрлі турбиналар, газбен қуатталатын турбиналар жасалып жатыр. Жақсы проекттер жасалып жатыр қазір. Энергетика саласы, мен ойлаймын, өте қарқынды дамуда қазіргі таңда. Энергетика саласына жас мамандар өте көп керек. Қазірдің өзінде көп, жаңа айтып өткендей, проекттер ашылып жатыр, өте жұмыс орындары ашылып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, энергетика саласы әлі де қарқынды дамиды. Өндірістің қауіпсіз жұмысы үшін Айбек жүйелі түрде шаралар жүргізеді. Ол әр ауысым алдында құрал жабдықтарды тексеріп, жұмысшыларға қауіпсіздік ережелерін еске салады. Өндірістік процестерді қадағалайды және ақаулардың алдын алады. Сонымен қатар, жас қызметкерлерді оқытып, тәжірибесімен бөлісіп, ұжым ішінде қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырады. Осылайша Айбек Ботағараев тек өндірістің тиімділігін қамтамасыз етіп қана қоймай, ұжымның қауіпсіздігі мен кәсіби дамуына да үлес қосып келеді. Ең жауапты кез деген енді жабдықтардың күрт үстен шығып кетуі, жүктемелердің күрт өзгеріп кетуі, сол кезде жауапты нәрсе ең бірінші шешімді дұрыс қабылдай білу. Егерде мен қателесіп кететін болсам, ары қарай барлығы да қате болады бастаған ісіміз. Сол себепті менің шешім қабылдауым өте маңызды әрі жауапты деп білемін. Әрқашанда техникалық бақылаудамыз. Осы жерде 12 сағат жұмыс жасаймыз, 12 сағат бойы техникалық бақылау жасаймыз. Аға машинист екеуміз әрқашанда қарап отырамыз. Бүткіл процестің барлығын тексеріп, қайта қарап, төмендегі қараушы машинисттерге бағыт көрсетіп, айтып, ана жерді қараңдар, мына жерді қараңдар деп әрқашанда солай қарап отырамыз. Ал жаңағыдай жабдықтардың істен шықпау үшін алдын ала жөндеу жұмыстарын атқарамыз. Сол себепті соның барлығын жасап отырамыз. Энергетика саласында жұмыс істеу үшін ең алдымен жауапкершілік, ұқыптылық және техникалық білім қажет. Сонымен қатар әр қызметкердің ізденімпаздығы, жұмысқа адалдығы маңызды және олар қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауы тиіс. Тек кәсіби тұрғыда дамып, тәжірибе жинаған адам ғана өндірістің қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Сондықтан талапқа сай болу заман талабы.